Өзге де тақырыптар: екі жүрек, бір тағдыр. Өмірлері бір арнаға тоғысқан, махаббаттары аңызға айналған тұлғалар өмірінен сыр шертетін бұл бағдарлама аз уақытта көрерменнің көңіл төрінен орын ала білді. Себебі жобадағы әр кейіпкер махаббат, сезім, сенім, адалдық ұғымдарын өмірлік ұстанымына айналдырған. Ендеше бірге тамашалайық. Сырт көзге танымал тұлғалардың ерекше болып көрінетіні бар. Әрине олардың таланты, қайраткерлігі өзгелерден бөлектеп тұратыны рас. Алайда олар да ғашық болады, қуанады, мұңаяды, қайғырады. Екі жүрек бір тағдыр бағдарламасы кейіпкерлердің жеке өмірін жеткізу арқылы оның адами қырын ашуды мақсат етіпті. Чаще всего, когда мы говорим о... Әдетте қайраткердің тұлғалық қыры, шығармашылық жетістіктері айтылады да, оның жеке өмірі құпия қалады. Ал шын мәнінде махаббат туралы ән де, сезім жайлы жыр да бекер жазылмайды ғой. Оның артында адам тағдыры жатыр. Кездескен қиындықтарға мойымай, бір-біріне деген сезімін, сенімін жоғалтпаған жұптардың өмірі дастанға жүк боларлықтай. Мәселен, жазушы Әзілхан Нұршайықовтың жары Халимаға деген махаббатын сезімдерінің символына айналған «Махаббат қызық мол жылдар» романынан көруге болады. Ал екі талант Ғазиза Жұбанова мен Әзірбайжан Мәмбетовтің көлденең сөзге ілінген «Солай бола тұра» мойындалған махаббаты аңызға бергісіз. Сондай-ақ үш арысқа жар болған Фатима ханым туралы не білеміз? Біләл Сүлеевтей ағартушы, Ілияс Шансүгіровтей ағиық ақын, Мұхтар Әуезовтей бір тума дарын иесі, жазушымыз біздің. Сол кісілердің, тұлпардың тұяғы асылдың сынығы дейді ғой, сол текті ұрпаққа дұрыс тәрбие беріп, соларды дүниеге келтірген балаларын сол нағыз жағындай азамат өздерінің әкелерінің ісін арқарай жалғастырушы ізбасар ретінде қалыптастыра білді, тұлға ретінде тәрбиелей білді. Екі жүрек бір тағдыр бағдарламасы бүгін жазушы Ілияс Есенберлин мен оның жары Диляра Жүсіпбекованың тағдырына арналады. Сол кезде олардың бас қосуы мүмкін емес еді. Халық жауының қызымен отау құру қызметіне кесірін тигізетініне қарамастан ол махаббатын жоғары қойды. Қызықты тағдыр иелері туралы бүгін білім және мәдениет арнасынан 21:25-те көре аласыздар. Гүлжан Көленқызы, Ерлан Шалбаев, қорытынды жаңалықтар, Алматы.